Сары майымызды отқа еруге қоямыз. Мискамызға бір жұмыртқа, су, тұз және еріген сары майымызды құямыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды біртіндеп саламыз. Ұнымыздың барлығын салып, жұмсақ қамыр илейміз. Илеуге оңай болу үшін дастарханға қамырымыздың бәрін салып, июін қандырып, жақсылап илейміз. 10-15 минуттай осылай илеп шығамыз. Эластичный тесто жасап, мискамызға салып, крышкасын жауып қоямыз. Енді фаршты даярлаймыз. 400 грамм фаршқа теркадан өткізілген картопты суын сығып саламыз. Пиязымызды майдалап турап, оны да саламыз. Ішіне қалағанша кориандр, қара бұрыш, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Енді самсаның начинкасын дайындаймыз. Дөңгелетіп, тефтел сияқты даярлап аламыз барлығын. Енді қамырымызға көшеміз. Қамырымызды ыңғайлы болу үшін 2 бөлікке бөліп аламыз. Өте тез жайылатын жұмсақ тесто болып шығады. Өте жұқа қылып жаямыз. Қамырды жайған кезде ортасынан баспай, тек 2 шетін басу керек. Сол кезде қамырымыз дөңгелек әдемі болып шығады. Дайын болған қамырымызды видеода көрсетілгендей 4 бұрышты қылып кесіп аламыз. Енді бір қамырымызды алып, 4 жағынан тілшелер жасаймыз. Екі қамырымызды бір-бірін үстіне қойып, дайындап қойған начинкамызды ортасына саламыз. Видеода көрсетілгендей бүгіп шығамыз.
Міне самсамыз осындай гүл формасында болды. Самсамыздың бетін жұмыртқамен жағып, ортасына кунжут сеуіп шығамыз. Әсел пешімізге 220 градусқа қызарғанша қоямыз. Өте әдемі гүл самсамыз дайын.